Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте керемет, дәмді, тойымды салат брикет жасайтын боламыз. Ең алдыменен көкөністерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Баклажанымызды алып, осылай араларын кесіп, ірілеу етіп турап шығамыз. Салаттарымыз өте пайдалы, витаминге толы салаттар және ешқандай маймен қуыруды қажет етпейді. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Дәмі деген дәл ресторандағыдай болып шығады. Ұсақтап турап алған баклажандарымызды ыдысымызға салып шұңғылдау. Үстінен тұзымызды себеміз. Аздап сұйық майымызды құямыз. Араластырып, қызып тұрған духовкаларыңызды алдын ала қыздырып қойыңыздар 200 градуста. Қызып тұрған духовкаға 15 минутқа қойып аласыздар. Пергамент қағазын төсеу міндетті емес, табаға тікелей сала берсеңіздер де болады, достар. Енді қызанақтарымызды турайтын боламыз. Черри помидорын пайдалансаңыздар да болады, немесе майдалау сортынан алсаңыздар, помидорларыңыздың дәмі өте тәтті болатын болады. Қызанақтарымызды да ортасынан бөліп, ірілеу етіп дәл осылай турап аласыздар. Сарымсақтарымызды тураймыз. Майдалап турап шығасыздар, немесе үккіштен өткізсеңіздер де болады. Енді петрушкамызды турап аламыз майдалап. Қаласаңыздар, кинза қоссаңыздар да болады. Міне дайын болды баклажандарымыз. Қып-қызыл әдемі болып шықты. Петрушкамызды саламыз. Соевый соусымыздан 2 шай қасық саламыз. Араластырамыз, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Міне осыменен салатымыз дайын болды. Өте оңай жасалуы. Сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде. Егер видео ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Бетіне әдемілік үшін күнжіт сеуіп шықтым. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер.